Қалың малыма өзім несие әпергем. Күйеуіне оңбай алданған келіншек. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Құпиясын шешесіне айтқаным үшін оңбай таяқ жедім. Қазір не көп отбасылық психолог, ер мен әйелдің қарым-қатынасы жайлы ақыл айтатын адамдар көп. Мен бұрын сондайларды тыңдамайтынмын. Жақтырмаушы едім, сөйтсем олардың ішінде де дұрыс сөйлейтіні бар екен. Жақында сондай бір кісінің ақылын тыңдап, кезінде өзімнің түк білмейтін, аңғал, ақымақ болғанымды түсіндім. Әттең, сол коуч маған сәл ертерек жолықпаған екен. Бойдақ кезімде осы ақылдарды естігенде жігітімнен ат-тонымды ала қашар едім дейді Динара есімді жас келіншек. Жалпы психологтардың айтуынша әйел адам ерінің алдына түсіп, өзі тапқан ақшасына отбасының керек-жарағын түгендеп, ер азаматтың міндетін мойнына артып алса, онда өмір бақи сол жүкті көтеріп жүре береді екен. Яғни еркекті масылдыққа тәрбиелеп тастайды. Әйелі табыс тауып, бала-шағасын асырап, үйдің жоғын түгендеп отырса, еркек басына ауыртама, жатып шер, жалқауға айналып кетеді. Осы сөздің жаны бар екен. Оны өз басымнан өткізген соң айтып отырмын. Күйеуге кеш шықтым. Университетті бітіріп, мектепке мұғалім болып орналасып, 3 жыл жұмыс істедім. Бұл уақытта өзіммен қатар қыздардың, құрбыларымның бәрі тұрмысқа шығып, 1-2 балалы болып қойған. Сол себепті ауылға барсам да, көпшіліктің ортасында түсіп қалсам да, бәрі жаттап алғандай, қашан тұрмысқа шығасың? Осылай жүре бересің бе, кетсе ше деп айта беретін. Ал менің сөйлесіп жүрген жігітім жоқ. Мен алшы, уақытым өтіп барады деп күнде айтам. Уақыт сәті келер деп асықпай сабырмен күттім. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде Самат есімді жігітпен таныстым. Жоғары білім алмаған, көлігімен таксист жігіт. Менің алдымды кес-кестеп жүріп алды. Мектептен үйге, үйден мектепке апарып тастайды. Телефонға тыным жоқ. Сөйтіп екеуміз бір-бірімізді ұнатып қалдық. Тіпті мен оған бір күн көрмесем тұра алмайтындай ғашық болдым. Қыз-жігіт болып жүргенімізге 1 жылдан асқанда мен тұрмысқа шығу жайлы ойлана бастадым. Ал ол ұсыныс білдіруге асықпайды. Мынау маған үйленетін жігіт пе, қалай өзі деп бір түрлі болдым. Содан бір күні ашық әңгімеге шақырдым. Самат екеуміз де жас емеспіз. Менің тұрмысқа шығатын жастан өтіп барамын. Үйдегілерден де бұл туралы айта береді. Не істейтін ойың бар деп ашық сұрадым. Шынымды айтсам, бүгін болса бүгін-ақ үйленіп кетер едім. Әке-шешемнің жағдайы жоқ. Өздері күндерін әрең көріп отыр. Оларға мені үйлендіріңдер, ақша беріңдер деп қайтып айтамын. Тағы 1-2 жыл жұмыс істеп, ақша тауып, бәрін өз күшіммен істегім келеді. Тұрақты жұмысым болмаған соң, банктен де несие ала алмай, қолым байланып отыр деп сырын айтты. Ақымақ басым сол кезде оның су жұқпас өтірікші екенін білсемші. Не керек, екеуміз үйленетін боп келістік. Мен оған біздің бақытымызға ақша кедергі болса, онда сол несиені мен ағалайын, екеуміз төлеп тастаймыз, бір отбасы болайық деп отырмыз ғой деп өзім ұсыныс білдірдім. Сөйтіп банктен бірнеше миллион теңге несие әпердім. Ай сайын 118 мың теңгеден құйып отыратын болдық. Самат оны 1 тиынына дейін санап қалтасына салып алды. Сөйтіп әке-шешесіне үйленетінін айтып, екеуміз ата-аналарымызды таныстырдық. Қыздарыңыздың қалың малы деп ата-енем 1 миллион теңге киіті қоржыны деп несиеге алған ақшамен жөн-жоралғысын жасап, менің әке-шешем ұзату тойын жасап, екеуміз бас құрадық. Бет ашарды да, үйлену тойды да несиеге алған ақшаның қалғанына өткізді. Той өткен соң Саматқа тойға түскен ақшаның біразын банкке құйып тастасайшы. Ертеңгі күні өзімізге жеңіл болады. Ай сайын 100 мыңнан астам ақша оңай емес деп айттым. Жарайды, құямын деген. Қайдағы, ертеңіне маған да ата-енеме де ескертпей ескі көлігін сатып, салоннан су жаңасын алып келіпті. Қатты ашуым келді. Мынау не, екеуміз келісіп едік қой деп сөйледім. Жаным, жаңа көлікпен такси болсам шығын аз болады. Ескісін жөндей беріп шаршадым. Ал мына мен күнде қырып табыс табамын. Қорықпа, несиені өзім төлеп тастаймын деп сендірді.
Не керек, сол несие менің мойныма мықта білінді. Төлейтін кезде күйеуімнің бітпейтін қырық сылтауы шыға келеді. Мамаларға бердім. Көлігіме дөңгелек алдым. Үйттім, бүйттім деп қашқақтайды. Сосын амал жоқ, айлығымнан өзім құя салам. Бір жағы жалдап отырған пәтеріміздің ақысы соның мойнында ғой. Үйге азық түлік әкеп жатыр деп аяп қоямын. Қысқасы, отбасымның тыныштығын сақтау үшін өзімнің қалың малым мен той малға несиені өзім төлеп жүрдім. Қызықтың көкесі декреттік демалысқа шыққанда басталды. Жұмыс қой, ай сайын төлейтін ақша жоқ. 3 ай несие төленбей қалды. Телефонға тыныштық жоқ. Төлесейші деп күйеуіме айта шаршадым. Осы үшін талай мәрте қырылыстық. Мен сол ақшаны өзіме жараттым ба? Алғандардың бәрін сенің әке-шешеңе апарып бердік деп шықты ақырында. Сол құрғыр несиені төлеу үшін ақырында микрокредиттік ұйымдардан қарыз ала бастадым. Тойда төркінім әкеп таққан алтындардың бәрі ломбардқа өтті. Сөйтіп қиналып, айдан-айдаға тапқанымызды әрең жеткізіп отырған күндердің бірінде ең кішкентай қайын сіңлім тұрмысқа шығатын болды. Ата-енемнің жағдайы жоқ. Үйдің үлкені ғой деп бар салмақты бізге салмақшы. Сендер спальный гарнитурын әперіңдер деп бұйырды. Оның да арзандауын алсақ мейлі ғой. Қайын сіңлім жағдайға қарамай миллион теңгелік жиһаздың суретін жіберіпті. Осы кезде енеме шыдай алмай бәрін айттым. Апа, біз өзіміз тойға алған несиені әрең төлеп күнімізді көріп жүрміз. Екінші мәрте несие алуға жағдайымыз жоқ. Самат оны төлеп те жүрген жоқ. Бәрі менің мойнымда деп жылап қалдым. Сөйтсем, енем біздің несие алғанымызды білмейді екен. Күйеуім бәрін өзім таптым деп өтірік айтып, әке-шешесінің алдында жақсатты боп көрінген. Ойбай-ау, қайдағы несие, не айтып отырсың? Саматты өтірікші етіп отырсың ба? Мүмкін емес. Ол неше жылдан бері ақшасын тиындап жинап, саған үйленген деп бет бақтырмады. Бұл әңгіме күйеуімнің құлағына жетті. Сол күні алғаш рет күйеуімнен оңбай таяқ жедім. Екеуіміздің проблемамызды неге мамам айтасың деп ұрып тепкілеп тастады. Қабырғам сынып, демалуым қиындап, жедел жәрдеммен ауруханаға түсіп қалдым. Жағдайымды естіген бауырларым ата-анам мені ажырастырып өздерімен алып кетті. Менің атым алған кредиттің әлі жартысы да төленген жоқ. Кеттің бе өзің төле деп көк тиын берген жоқ. Ата-анам қалың малды өз несиемнен әкелгенін естігенде естен тана жаздады. Амал жоқ, өзіміз төлеп жауып жатырмыз. Менің басымдағы оқиға басқаларға сабақ болса екен. Жас қыздар жігітке несие әпермек түгілі бірге ішкен тамақтың ақшасын да төлемеу керек. Еркектің мойнына жауапкершілік артып үйрену керек. Алданып қалудан абайлаңыздар.